Өртке қарсы датчигі бар газ есептеу құрылғысы мен жолдардың жағдайын көрсететін мобильді қосымша. Бұл Талдықорғандық оқушылар жасаған жобалардың жемісі. Ізденімпаз жастар халықаралық байқауларда жеңімпаз атанып, мамандардың жоғары бағасын алды. Талдықорғандық оқушылар Елдос пен Тимур жолдардың ақауын көрсететін сайт жасады. Бұл жобаны жүзеге асыру үшін олар нейрондық желіні пайдаланған. Тың идея алыс сапарға шығатындарға қолайлы. Ізденімпаз жастардың идеясы халықаралық байқауда үздік деп танылған. Пока что мы только представили наш проект профильному ведомству. Әзірге біз жобамызды жауапты ведомствоға ұсындық. Болашақта біздің жобамыз қазақстандықтарды қызықтырады деген ойдамыз. Еліміздің кез келген жеріндегі жолдың жағдайымен танысу үшін сайтқа кіріп, қажет мәліметті алуға болады. Олардың тағы бір жобасы мамандар тарапынан жоғары бағаланды. Оқушылар өрт қауіпсіздігінің алдын алу мақсатында газдың ауаға таралуын анықтайтын есептеу құрылғысын жасап шығарды. Устройство мы презентовали на конкурсе Дарына. Біз құрылғыны дарын байқауында таныстырдық. Облыстық және республикалық кезеңдерде бірінші орын иелендік. Содан кейін халықаралық байқауға қатысып, екінші орын еншіледік. Жас астрономдар Тінәлі Дінмұхамед пен Жолмырза Бағдәулет 2 жылдан бері ғарышты зерттеп жүр. 9-шы сынып оқушылары күн жүйесі халықаралық байқауында 3-ші орынды жеңіп алған. Осы проект арқылы біз алдын ала катаклизмді біле аламыз, яғни алдын ала болған жел сілкіністері, цунами дегенді, торнадо дегенді біле аламыз. Мысалы біз алдын ала ең тиімді тәсілмен, вольф тәсілмен біз 15 минут арқасында алдын ала катаклизмді біле аламыз. Биылдың өзінде біз вольф санын есептедік. Енді біз Қазақстанда болған катаклизмалармен теңестіреміз. Соны сәйкестендіріп дәлелдеп деп тұрмыз. Қазірдің өзінде біз метрологиядан уже данныйларды алып қойдық. Сол бойынша ақырын есептеулер жүргізіп жатырмыз. Олар сәйкес екенін біз 99% сәйкес келетіндігін көрдік. Облыстық дарын оқу әдістемелік орталығы мамандарының айтуынша биылғы зияткерлік іс-шараларға 100 мыңнан астам бала қатысқан. Республикалық деңгейге облыстың 128 оқушысы шықты. Олардың 73-і түрлі олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурсының жүлдегерлері мен жеңімпаздары атанды. Сонымен бірге жыл бойында 6 халықаралық деңгейдегі өткізілген олимпиадалар мен конкурстарға 25 оқушы қатысып, оның 11-і жеңімпаз атанды. Ал республикалық ауылдық олимпиадаға қатысқан 3000 баланың ішінен 22 оқушы жүлдегер атанды. Жетісу облысының командасы жаратылыстану, математика және қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша елімізде үздік деп танылды. Нұрлан Жақпеков, Гүлнар Жантасова, Олжас Байбосынов, 24 KZ, Жетісу облысы.